Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз әлемдегі ірі кітапханалар. Сабақтың мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Бағалау критерийлері: мәтін мазмұнын анықтайды, нақтылау сұрақтарын құрастырады, мәтіндегі көтерілген мәселені анықтайды. Мына алдыларында берілген суретте әлемдегі ең ірі кітапханалар. Тұлғаның өзін-өзі дамытуына ерекше ықпал етуші құрал кітап, ал оның әлемі кітапхана. Кітапхана білім мен ғылымның, мәдениеттің орталығы, қасиетті орда. Ендеше ірі кітапханаларға тоқтала кетейік. Конгресс кітапханасы Америка құрама штаттарының ұлттық кітапханасы және құрама штаттардың конгресінің негізгі зерттеу филиалы. Вашингтон қаласында 3 бірдей ғимаратта орналасқан Конгресс кітапханасы кітаптардың саны жөнінен де, алып жатқан аумағы жағынан да әлемдегі ең үлкен кітапхана. Екінші, британдық кітапхана. Ұлыбританияның ұлттық кітапханасы. Кітапхана Лондонда орналасқан және әлемнің ең үлкен кітапханалары қатарында тұр. Онда әлемнің ең танымал тілдеріндегі 150 миллионнан астам құнды ақпарат, кітап, газет, видео ақпараттар, әуенді жазба, карта, сурет жинақталған. Үшінші, Ресей ғылым академиясының кітапханасы. 1714 жылы тұрғызылған. Кітапхананы ұйымдастырудағы басты мақсат еуропалық білімге құштар барлық сауатты адамдарды кітаптармен қамтамасыз ету болып табылады. Оқушылар, сендерге оқылым алды тапсырмасы беріледі. Мәтін алдындағы тапсырма: жасырылған тірек сөздерді табу арқылы мәтіннің мазмұнын анықтаңыздар. Бірінші мәтін және екінші мәтін. Бұл мәтіндерді мазмұнын білмес бұрын бірінші өз ойымызды суретке қарап айтып аламыз. Тілдік бағдар. Бүгінгі тілдік бағдарымыз себеп-салдар үстеуі. Себеп-салдар үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін немесе салдарын білдіреді. Не себепті, неге, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Себеп-салдар үстеуіне босқа, құр босқа, амалсыздан, лажсыздан, шарасыздан, бекерге, жоққа сияқты сөздер жатады. Мысалы, босқа әуре болма, амалсыздан келіп отыр, бекерге айтқансың, тағы да басқа. Келесі тапсырма. Кітапта 3-ші тапсырма берілген. Сөйлемдердегі себеп-салдар үстеулерін көшіріп жазыңдар. Үйге тапсырма: суретке қарап мәлімет жинақтайсыздар.